Күрескерлеріміздің өмір жолдарын, ойшылдарымыздың өміршең идеяларын таныстыру Түркі академиясы жұмысының ең негізгі бағыттарынан бірі болып табылады. Біздің ұйымымыз жақында шығарған жаңа кітаптың бірі әзербайжандық журналист Азер Туранның Әзербайжан зиялыларының ішінде ерекше орын тұтқан Әлібек Хусейнзаденің өмірбаянын, өмірлік жолын суреттейтін осы кітаптың қазақ және өзбек тіліне жасалған аудармасы. Екі ғасырдың куәсі болған Әлібек Хусейнзаде өзі ғалым, өзі түрколог, публицист, саясаткер, әскери дәрігер, суретші. Шейхұлислам отбасында дүниеге келіп, бала кезінде ислами тәрбие көріп, жастық шағында Петербург және Истанбул университеттерінде математика, физика, медицина оқыған Әлібек Хусейнзаде батыс пен шығысты бірдей жақсы танып, өз халқын, түркі халықтарын оятып, заманауи ұлттарға айналдыру, ғылым мен білім жолына салуға арналған жанкешті күрес жүргізіп өтті. Өз халқының төл мәдениетін, шығыстың руханиятын және батыстың білім ғылымын өзінде біріктіріп ұштастыру, Абайдан бастап Алаш арыстарына дейін қазақ зиялыларының бәріне де ортақ қасиет деп айтуға болады. Бұл кітап қалың оқырманға жолын табады деп берік сенеміз.